шықтым ба? Surprise! Эфирге барып қалдық. Солай болып қалды. Прикинь сен. Мен сол. Алдық та. Surprise! Сіздерге бір әдемілік көрсетейін ба? Мынаны қараңыздар. Вау, прям күшті тұрған уже. Закат, мынаны қараңыздар. Андай кішкене настроением болмай бір түрлі болып келе жатқам ғой. И мына әдемілікті көрдім да. Ай, прям вау деп көзім сразу жайнап кетті ғой. Прям әдем болып тұр. Вай. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ал, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді осы жолы талап қандай? Талап, жәлдегі сол эфирде айтқан талаптың бәрі ғой. Иә, бізге жай айтасаңыз. Сіздерге ма? Ақылы болса болды, основной талап. Мозги что были? Жасы болса. Жасы 20 мен 27. Сіз неше жерсіз? Мен 35-те. 20-27 ұлты. Ұлты не важно. Саблай, кеше керемет гүл сыйладыңыз, ұсыныс жасадыңыз, жалпы танысып көріп жатыр ма? Мен бүгін бақыттымын. Сіз бақыттысыз. Көрініп тұр, мына стилді қараңыз. Светостроение черный, мына кісіні қараңыз. Парный болып тұр. Парный болып тұр. Мен мысалы білген жоқпын бұлай келетін. Сеземіз ба деп ойлаймын сен негізі. Жалпы таныстық қалай болып жатыр? Екі сөзбен айтқанда таныстық қалай болып жатыр? Таныстық керемет болып жатыр. Өзім бақыттан басым айналып жатыр. Қалай сөйлеп, не істеп жатқанын өзім түсінбей жатырмын. Бірақ қараңыздаршы, қандай әдемі. Әдемі. Бұл кісіге қалай ғашық болмайсың? Әрине. Енді мен ғана ғашық боламын, мен ғана қолынан ұстаймын, бақытты боламын. Все. Қайсыздар қыздар? Сіздің көңіл-күйіңіз қалай? Сізге өткер келді ме? Я кеше келді ғой. Қалай болып жатыр енді? Сізде сүйкімді бала екен. Иә, мен есіме сізде кішкентай деп айтқансыз. Жалпы енді елге үміткер келіп жатыр, не айтасыз? Өте керемет, бірақ завидую белой завистью. Почему? Потому что маған келмей жатыр. Нұрсұлтан келді, мен деген, наверное, үміткер болып келеді маған біреу. Мен Нұрсұлтанға негізі мен үміткер болып келгенмін. Иә, есімде. Екінші маусымда, иә, қателеспесем. Иә, екінші маусым басында. Екінші маусым басында. Сіздерге балконды көрсетпекпін, оказывается. Біздің балконды жасап кеткен. Мама тазалап жуып қойыпты, кафель қойып кетті ғой, жаққа получается. Алда кафель жоқ, балконға шығамайтын еді. Просто қазір жаңбыр жауып тұрғаннан кейін далаға шығып көрсете алмай тұрмын. Екі балкон бар еді, екеуіне де осылай кафель орнатып кетіпті. Застройщиктар, как и обещали, молодцы. Ну, конечно, пришлось побегать, попотеть. Қашан деп сұрап жүріп, әйтеуір жасатқызып алдым. Енді қазір жұмыстарыммен кетіп бара жатырмын. Маған алып келдің, саған ұл туған мен ғой. Не берейін деп жатсың? Мен саған ұл туған адаммын. Достар, бұл жерде менің туған күнім, Жігердің туған күні да, екі сөз бар да, туған адамға 1000 алғыс, балама 100 жас деп айтады. Маған балам жақын. Мен Максим танымаймын. Ешкім жақын деп жатқан жоқ. Туған адам мен фигурамнан айырылып тудым осы ора. Көрдік. Давай, сарқалатын бол. Достарына болмады мынау сонда. Мен бұның құсирағын көбейтіп жүрсем, бұның жүрсім мынау. Мен тумаған әке ұрпақсың қалар ем. Құмыңды қазатын бала тауып бердім саған. Не істейді? Өлген кезде құмыңды қазатын. Басыңа тас қоятын. Рахмет. Рахмет, Карман Павлович. Мынау реттілар достары. Достар, үрлемей деген шерғандар піседі екен. Үрлеу дегенде пісу деп те айтады. Пісу деп сіз тамақ пісіру деп айтады. Өзінше бір не бола қалады да бұл ше бір. Сендер оны қазақ емессіңдер. Бұның бірдеңесі бар екен білгенде.
Нұржан, бізге айтқан ба? Айтса енді. Ей, шырғасы бір рет қана неге қарамаса ренжіп қалатын не? Байқанса істесей, қарағанша істесей, бүйтіп бүйтіп қарағанша істесей, біз маяқта сөйлесіп Әсел, жатыр. жоқ, просто Әсел, 109 теңге. Ажа бос тұра бұл, Нұржандарда 2000 болып қалды уже. Нұржандарда 2000 болып қалды. Нұржан деп шығады кеткен. Ағайда 707 900 69 74 астына нөмір жазбады. Ақманат қайтпас қайсар Қарақалпақ қыз келді. 707 969 74. Айттың, айта бер. Ой, бля, тоқта. Басынан айтшы. Еще. Басынан айтшы. Зәуреш 200 теңге. Болды. 707 969 74. 707 969 74. Ағайдар, пока алда келеді. Ақманат, стакан запаш осы ойын деп шығады. Нұржан, өдеп. Ақманат осы ойын стакан запаш айырайықшы. Поддержка беріңдерші. Ағайдар, жігіттер, қыздар. Кеттік 707 969 74. Айырудың нөмір жазып отырайықшы астына. 969 74. Нұржан өдеп шығады ағайдар. Нұржан өдеп шығады. Кеттік 707 969 74. Қыздар жазыңдаршы астына. Айымгүл кім бар жаңа? Сезім кімдер жазып отырыңдаршы астына. 707 900 мына айым жазып отыр. 707 903 69 74. Нұржан өдеп шығады. Каспий на желание. Пока что алда келатыр. Пока что алда келатыр. Бля, ұрайықшы. Беріп қоймайықшы. Сол ағай. Қазір ана Серхан жақа сынай береді. Ал кетті уже. Бастады анау. Айт. Аш дейм. Айтсай. Әсел, 111 теңге. Ағайдарға бірақ минут қалды. Үлгірекші. Снайпер жібереді қазір. 69 74. 707 969 74. Нұржан өдеп шығады. Кеттік ағайдар. Кеттік, қозғалайық, бәріміз қимылдайық. Бір ауыздан ұрып бастайықшы. 700 теңге, 1000 теңге, 300 теңге, похуй ұра беріңдер. Кеттік. Главный біз сумманы асырбасақ болды. 2000 теңгеге жетпей тұр. Бізге 5500 теңге керек. 500 теңгемен 2000 теңгені асамыз. Ағайдар, ұрайық, бля, 50 секунд қалды. Ұрайықшы біз сәл жетпей жатыр. 1600 болып тұр. 500 теңгемен асырып текші, 2000-нан асып. Бергенжан 179 теңге. Кет. Енді ұрайықшы, енді 300 теңге, 400 теңге ұрайықшы, 300 теңге, 400 теңге. 707. Раяна 300 теңге, айта бер. 100 теңге. 747 956 номер жазып отырайықшы. 20 секунд. Астан номер жазып отырайықшы, номер 7. Ане ғасып кетті, снайп керек, 20 секунд. 789 номер жазып отырайықшы астына. Әсел, 144 956 14 секунд. 147. А? Айда 147. 5000 теңге, айолым. Бля. Кән өзіміздің айолымда, Қорай ол емес еш. 500 теңге. Үлгермей қалды. Мавджуда, 5 теңге, үлгермей қалды. Жет алмай қалды. Көрсет. Мавджуда, спасибо. Айолым, Әсел, патологсыңдар еш. Просто бізге 5000 теңге түскенін ғана көрсетсең жетеді, қалған керек жоқ. Уже жет алмаймыз. Болды, просто көрсеткен дұрыс та Серхан. Я, көрсетім. Қалғаны керек емес, біз 5000-ға жете алмай қалдық, 2000-дан әрең астық. Болды. Мына 500 теңге ғой? Ой, астындағы есептелмеді ғой ол. Болды. Ана төбесінде. Көрдік 5000-ді. Жоқ, алдамайсың. Просто білесің ғой, сенде де адамдар отқан чек сұрайды ғой. Зайбол ота берді ғой, не аламын сен? Жеги, бұл жол сәл енді нормальнысын берем, қинап қоям сәл. Бер енді 5000 ғой енді істейген. Короче, Нұржан. Келет қазір біз келет көретін айрады, айта бер. Нұржан, короче, холодильникке бекандық дейді біреу сообщение жазып. Көтіңді қысып айтшы жазған адам.